Қайырлы күн достар, фасольдан керемет бар болғаны 10 минутта дайын болатын салат дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал ендеше кеттік, бисмиллах деп салатымызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен осындай бізге пісіп тұрған тауық еті қажет. Мен оны осылай ұсақ бөліктерге бөліп алдым. Осылай қолмен барлығын бөліп шығатын боламыз. Енді оны мискамызға салып, келесі кезекте қиярымызды турайтын боламыз. Керек емес жерін алып тастап, қиярларымызды кубик, яғни төрт бұрышты кубик етіп турайтын боламыз. Оны да ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте жұмыртқамыз, оны да кубиктап төрт бұрышты қылып турап шығатын боламыз. Бұл салатты міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай дайындалады. Бар болғаны 10 минутыңызды алатын, керемет тәбетіңізді ашатын керемет салат болып шығады. Мінекей барлығын кубиктап турап алдық. Енді оның үстіне фасоліміздің суын төгіп тастап, барлық фасолімізді осылай қосып жіберетін боламыз. Мінекей дайын. Енді оның үстіне майонезімізді қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Және де достар, қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Сіздерге видео ұнайды деген ойдамын. Мінекей достар, салатымызды жақсылап араластырып алдық. Енді оны өздеріңіздің қалаған ыдыстарыңызға салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Немесе үйге қонақ келсе де осыны оңай жасалатын салатты жасап берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Әсіресе фасольді ұнататын адамдар үшін өте керемет таптырмас салаттардың бірі. Және де ең бастысы бұл жерде дәмді және де бар болғаны 10 минутта дайындалады. Сонымен біздің салатымыз дайын болды. Дәмі өте керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыз.